Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгінгі видеоблогта осындай кереметтей біздің ас үйімізде күнделікті қолданып жүрген техниканың бірі микроволновка дейді ғой. Микротолқынды пеш. Қазақшасы микротолқынды пештердің зиянды жақтары туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Микроволновканы кей адамдар өте пайдалы деп жатады. Жаңағы тамақ асығыс кезде жылытып жеуге қолайлы, ыңғайлы қолданамыз деп жатады. Ал біраз адамдар толық бас тартқан. Қазіргі таңда мен өзім де толық бас тартқанмын, өзім қолданбаймын. Және де өзімнің отбасыма, балаларыма қолдануға рұқсат бермеймін. Себебі бұл микротолқынды пештер арнайы сәулелер түзет. Ол сәулелер біздің ағзамызға зиянды. Қазір толықтай айтатын боламын. Жалпы айтқанда бұл микротолқынды пештерде тамақ жылыту, ысыту бұл астың құрамын, құнарын ғана өзгертіп қоймайды, сонымен қатар құрылымын толық өзгертеді екен. Жапония халқы 2020 жылдың соңына дейін толықтай түгел халқы осы микроволновкадан толық бас тартқан екен. Осы жапон халқының зерттеуі бойынша микроволновкада 10 сантиметр қашықтықта 10 микроватт сантиметр квадраттан артық сәулелендірмеуі тиіс екен. Ал кейбір пештер, бұл микроволновкалар 61,3 микроваттық сантиметр квадрат сәуле шығаратыны белгілі болған екен. Демек, өте көп сәуле шашатын болып тұр, сәуле бөлінетін болып тұр. Және де тәжірибе жасау кезінде 13 түрлі бұл именно осы микроволновканың 13 түрлі әр елдің өнімдерін өндірістен өндірілген микроволновкаларды сынақтан өткізген екен. Сол кезде бұл оңтүстік Корея өндірген осы микротолқынды пештердің сәулелендіру диапазоны 1,5 сантиметр, 4 сантиметр микроваттқа дейін көп сәуле бөлетіні анық болған. Ал Европа мен Ресейде өндірілген пештердің сәулелендіру диапазоны бұл 10 микроватта жетпейтіндігі анықталған екен. Демек, Европа мен Ресейде өндірілген микротолқынды пештер 10 микроваттқа да жетпейтін болып тұр. Демек, бұл аса қауіпті емес деген сөз. Кореяның өндірісімен салыстырғанда осы микроволновкадан жалпы шығатын сәуле толқындары бұл жүрек, жүйке және де эндокриндік жүйелерді зақымдайды, әлбетте, және де ағзадағы сау жасушаларды сәулелендіріп қатерлі ісікке шалдықтыруы мүмкін екен әбден. Әрине, қазір әртүрлі қатерлі ісіктер өте көп болып көбейіп кеткен заман, өздеріңіз білесіздер. Бұрынғы уақытта ата-бабамыздың қолында, үйінде бұндай техникалар болған жоқ. Сол себепті де ол уақытта таза нәрсе жеді деп ойлаймын. Экологияға да байланысты әрине. Бірақ осы микротолқынды пештердің біздің ағзамызға зиянды, жаман сәуле бөлетіндігі анықталған екен. Сол себепті денсаулық басты байлық. Және де үйдегі кішкентай балалар, жас өспірімдер, үлкен адамдар, қартайған адамдар, жалпы адамдарға қолданбаған дұрыс деп санаймын. Әрине, бұны қазбалап толықтай қараған кезде неше түрлі бұл ақпараттар кездестіруге болады. Бұл микротолқынды пештердің біздің денсаулығымызға зиянды екені туралы. Әрине, әртүрлі қазір маркада әртүрлі елдің өндірісінде шығып жатқан микроволновкалар өте көп, түрі де өте көп, және де түрлі бағада кездестіруге болады. Әркім өзі біледі әрине. Бірақ бұл пештер әлі де сатылып жатыр, және де сатыла береді. Сіздің денсаулығыңыз өзіңізге керек деп ойлаймын, яғни өзіңіз ғана шеше аласыз. Сол себепті бұл денсаулық басты байлық, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сақтық шараларында бұл микроволновкаға тамақ ысытқан кезде өзінің арнайы тамақтың бетін жабатын крышка болады. Сол крышкамен жабу керек деп жатады әрине. Әртүрлі деректерді кездестірген кезде микроволновка бұл жалпы тамақты ысытып жеген кезде бұдан бөлек
микроволновка қосылып тұрған кезде қасында тұрудың өзі де қауіп туғызады деп зерттеген зерттеулерде кездестіруге болады. Баршаңызға мың алғыс деймін. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, және де барынша микроволновканы қолданбауға тырысыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, подписка жасап қойыңыз. Баршаңызға мың алғыс.